Қазір сіз экраннан көріп тұрған жануар тірі мақұлық емес, тастан қашалған мүсін сияқты. Ол дәл осы қалыпта 1 сағат, 2 сағат, керек десеңіз жарты күн тапжылмай тұра алады. Тіпті демалмай тұрғандай әсер береді. Бірақ бұл сабырлық емес. Бұл су астындағы бейхан балықтар мен жағадағы кішкентай қояндарды күтіп тұрған нағыз өлім секундтары. Ол қимылдаған сәтте оның найза тәрізді өткір тұмсығы секундтың 1000-1 бөлігіндей жылдамдықпен олжасын қақ бөледі. Табиғатта оны ең ақылды, бірақ ең қатыгез психопат аңшы деп атайды. Армысыздар, табиғаттың ащыда шынайы құпияларын іздеген көрермендер. Сіздермен қайта қауышқан жануарлар шындығы арнасы. Егер сіз біздің өткен шығарылымдарды жіберіп алмай көріп жүрсеңіз, арнамыздың қандай сапалы контент жасайтынын жақсы білесіз. Ал егер бүгін бірінші рет келіп тұрсаңыз, уақытыңызды текке жоғалтпайтыныңызға уәде беремін. Дәл қазір видеосында қызыл батырманы басып, біздің үлкен отбасымызға қосылыңыздар. Өйткені бүгін біз күнделікті көріп жүрген, бірақ ішкі сұмдық әлемін ешкім білмейтін көк құтан, яғни су жиегінің залым балықшысы туралы айтамыз. Ол қалайша адамдар сияқты қармақ салады. Дайын болсаңыздар, басты құпияға бірге сүңгейік. Көк құтандар әлемдегі ең кең таралған құстардың бірі. Оларды мәңгілік мұз құрсаған Антарктидадан басқа жер шарының кез келген түкпірінен кездестіруге болады. Қазақстанның да өзен көлдерінде, қамысты жерлерінде бұл құс өте көп. Олар үшін ең басты шарт судың ағысы қатты болмауы керек. Тайыз көлдер, батпақты жерлер мен өзен жиектері көк құтанның жеке аңшылық аймағы. Олар жалғыздықты жаны сүйетін, өз аумағына басқа ешбір бәсекелесті жоғалтпайтын өте өшіккіш жануар. Енді көк құтанның ең таңғажайып ерекшелігіне көшейік. Көптеген жыртқыштар олжасының соңынан жүгіреді, қуады, немесе аспаннан атылады ғой. Ал көк құтан нағыз интеллектуал. Ғалымдар бұл құстың адамдар сияқты қармақ салып аң аулайтынын дәлелдеген. Көк құтан су бетіне нанның қиқымдарын, кішкентай жапырақтарды немесе жәндіктерді өз тұмсығымен әдейі тастайды. Сосын сәл артқа шегініп балықтың сол жемге келуін күтеді. Балық жемді жеуге жақындағанда көк құтан оны бір соққымен іліп алады. Оның екінші ерекшелігі көру қабілеті. Көк құтанның көзі судың бетіндегі жарық шағылысуын автоматты түрде жоқ қылып көре алатын арнайы фильтрмен жабдықталған. Соның арқасында ол су астындағы балықтың дәл қай координатада тұрғанын миллиметрге дейін анық көреді. Көк құтанды тек балық жейді деп ойласаңыз, қатты қателесесіз. Бұл құс кез келген тірі жанды жұтып жіберетін тойымсыз жыртқыш. Оның асқазанындағы қышқыл сондай күшті. Ол балықтың қылқанын, тышқанның сүйегін, тіпті тасбақаның сауытын да ертіп жібереді. Оның мәзірінде балықтар мен бақалар. Бұл оның күнделікті жеңіл тамағы. Кішкентай қояндар мен тышқандар жағада жүрген кеміргіштерді тұмсығымен ұстап алдымен суға батырып тұншықтырады да сосын бүтіндей жұтады. Көк құтан еш қорықпастан жыландарды бас жағынан қысып алып тасқа ұрып өлтіреді де жұтып жібереді. Тіпті қолтырауының балаларын да тірідей жұтып жібере алады. Көк құтанның аузында тіс жоқ, сондықтан ол олжасын ешқашан шайнамайды. Оның өңеші сондай үлкен болып кеңейеді. Оның ішімен үлкен егеуқұйрықтардың қалай тірідей өтіп бара жатқанын сыртынан анық көруге болады. Аң аулағанда жалғыз жүретін көк құтандар көбею кезеңі келгенде үлкен колонияларға жиналады. Олар ұяларын жерге емес, ең биік ағаштардың басына немесе адам өте алмайтын қалың қамыстардың ортасына салады. Бір ағаштың басында 20-30 ұя қатар тұруы мүмкін. Бұл кәдімгі көп қабатты үй сияқты көрінеді. Еркек көк құтан ұя салатын орынды таңдап, ерекше дыбыспен ұрғасын шақырады.
олар бір маусымға ғана жұп құрайды. Ұрғашысы 3-5 ашық көк түсті жұмыртқа салады. Балапандар 25 күнде дүниеге келеді. Көк құтандар өте қатал ата-ана. Егер сол жылы тамақ аз болса, олар ең әлсіз, ең кішкентай балапанын ұядан лақтырып жібереді де, ол үлкен балапандарының оны жеп қоюына жол береді. Нағыз табиғаттың қатал заңы. Тек ең мықтылары 2 айдан кейін қанат қағып ұядан ұшып шығады. Көк құтанның қауырсындарында ерекше ұнтақ, пудра болады. Олардың төсінде арнайы қауырсындар үгітіліп, ұнтаққа айналады. Көк құтан бұл ұнтақты денесіне жағып алады. Бұл оның қауырсындарын балықтың шырышы мен батпақтан қорғайды. Кәдімгі құрғақ сусабын сияқты. Міне достар, күнделікті көл жағасынан көріп жүрген қарапайым көк құтанның артында осындай сұмдық интеллект пен қатыгез аңшы жатыр. Оның адам сияқты қармақ салып, аң аулайтыны сізге қалай әсер етті? Төменге пікір қалдырып, өз ойыңызды жаза кетіңіз. Егер бұл видео сіз үшін жаңалық болса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі шығарылымда бұдан да сорақы, бұдан да қызықты жануар көрсетемін. Жануарлар шындығы әрқашан сіздермен бірге. Келесі кездескенше аман болыңыздар.